Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2 сыныптың 72 сабағы. Сабақтың тақырыбы түбір мен қосымша. 32 жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Балалар суға түсуге келді. «О, көлге түсеміз», деді Самат. «Жоқ, бұл көл емес, көлшік», деді Марат. «Қалай ойлайсың? Олар көл және көлшік сөздер үшін неліктен айтысты?» Көл мен көлшіктің айырмашылығы. Көл табиғи түрде пайда болатын, көлемі үлкен, суы мол, көбіне тұрақты болатын су айдыны. Көлдерде балықтар, өсімдіктер тіршілік етеді. Суы тұщы да, тұзды да болуы мүмкін. Ал көлшік дегеніміз балалар, көлемі шағын, таяз, көбіне жауын шашыннан немесе еріген қар суынан уақытша пайда болатын су жиналған орын. Көлшіктің суы жазда кеуіп кетуі мүмкін. Тіршілігі аз болады. Ал енді балалар қысқаша айырмашылығы: көл дегеніміз үлкен, терең, тұрақты. Көлшік дегеніміз кіші, таяз, уақытша. Балалар, енді сендерде көл мен көлшіктің айырмашылығын білдіңдер, е? Балалар, келесі 33-ші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып, мәтінді көшіріп жаз дейді. Мектепте шахмат үйірмесі бар. Біз сол үйірмеге қатысамыз. Біз шахматтан болған жарыстан бірінші орын алдық. Мінекей балалар, осылайша төмендегі берілген мәтіндегі көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып шықтық. Енді осыны дәптерлеріңе әдемілеп көшіріп жазып алыңдар. Келесі 34-ші жаттығу: қайсысы түбір, қайсысы қосымша екен дәлелде дейді. Балалар, мұнда төменде тау, теңіз, су, үлкен, жуан, дық, тік, шылар, дер, дай, дей деген түбір мен қосымшалар берілген екен. Ендеше осылардың қайсысы түбір, қайсысы қосымша екенін ажыратайық. Тау, теңіз, су, үлкен, жуан. Балалар, бұлар түбір сөздер, өйткені бұлардың мағынасы бар. Ал енді балалар, дық, тік, шылар, дер, дай, дей, бұлар қосымша. Өйткені бұлар жеке тұрғанда ешқандай мағына бермейді. Балалар, келесі 35-ші жаттығу: шығармашылық үзіліс. Бұлттардағы буындар мен сөздерден жұмбақ құрастырып жаз. Шешуін тап дейді. Балалар, төменде бізде түрлі түсті бұлттар берілген, және сол бұлттарда жазылған сөздер және буындар бар екен. Ал ендеше балалар, осы берілген бұлттардағы буындар мен сөздерде жұмбақ құрастырып жазайық. Балалар, ең бірінші көк түсті екі бұлтқа қараймыз. Бұл жерде бізде сөз және буын берілген допты. Келесі қызыл түсті бұлтқа назар салып қараңдар. Бұл жерде екі буын берілген екен, алып. Сонда бізде допты алып деген сөз шығып тұр. Келесі сары түсті бұлтқа қараймыз. Бізде қолға деген сөз шығады. Сонда допты алып қолға. Келесі күлгін түсті бұлттарға назар салып қараңдар. Дәл түсірген. Енді соңғысы бізде қоңыр түсті бұлт қалып тұр, бұлттар. Келесі торға деген сөз шығады екен. Сонда бізде барлығы допты алып қолға, дәл түсірген торға дейді. Балалар, бұл жұмбақтың жауабы баскетболшы. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.